Қайырлы қадірлі телекөрермендер, Қостанай арнасы Тобылтан Тамсазы бағдарламасына тікелей желдеу жұмысын әрі қарай жалғайды. Құрметті телекөрермендер, біз тікелей желдеміз 54-39-04. Арнамызға хабарласып келіп жеткен қонақтарымызға сауалдарыңыз болса, қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Тек қана бізге хабарлассаңыздар болғаны. Өлең сөздің патшасы. Бүгін бізде қонақта таныс болыңыздар. Островский атындағы қалалық кітапханасының ұлттық әдебиет бөлімінің меңгерушісі Ботагөз Әділбекқызы. Сонымен қатар бүгін бізде студенттер Фазыл Айбек, Есенгелді Ерназар. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Доброе утро. Как у вас настроение с утра в понедельник? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң дейміз. Көңіл күйіміз тамаша. Жігіттер көңіл күйлерің ғой? Они еще не проснулись, мне кажется. Ну, сейчас будете просыпаться вместе с нами. Әрине, міндетті түрде қазір барлығын білетін боламыз. Ботагөз ханым, тоқтала кетейік. Нақтырақ қандай жағымды жаңалығымен бүгін бізге эфирге келдіңіз? Енді жалпы кітапханада жұмыс жасағаннан кейін кітапхана деп бастаймыз әңгімемізді. Николай Островский кітапханасы рухани орта болып табылады. Осы рухани ортамызда өткен жылдың наурыз айында өмірін өлеңмен өре білетін жазары бар жастарға арналған әдеби үйім аштық. Толқын шығармашылық студиясы атты әдеби үйім ашқан болатынбыз. Міне осы жастарымызға шабыт беру үшін әрі қарай 2018 жылдан бастап елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының рухани қазына жобасы аясында Толқын студиясының шығармаларын, Толқын студиясы мүшелерінің шығармаларын топтастырып, бір жинақ қып шығаратын боламыз кітапхана қабырғасынан. Жас керуен деген журналға, Жас керуен деген журнал тұңғыш шыққалы тұр кітапхана қабырғасынан. Қашан жарық көреді? Біз енді қазір сөзімнің барысында айта кетемін. Енді алдағы уақытта осы журнал оқырман қауымға, көпшілік оқырман қауымға ұсынылатын болған соң енді бір құнды дүниелерді ұсынғымыз келеді. Сол себепті деймін, осыған орай өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты әдеби байқауымызды ұйымдастырып отырмыз. Әдеби байқаудан өткеннен соң енді әділқазыларымыздың шешімінен кейін дейміз бе, осыдан кейін өлеңдеріміз топтастырылып журналға шығатын болады. Халыққа жол тартады, иә? Ақынсыңдар жігіттер, иә? Айтуымыз бойынша жаңа жас толқын ұйымында да бар екенсіңдер. Жалпы ақындық жолдарыңыз қалай басталды? Алғашқы өлеңдеріңіз, жазған өлеңдеріңіз естідіңіз бе? Мектеп кездерінде жазған болатынбыз. Ең алғашқы өлеңді сол кезден бастап жазып, өзімізді шыңдай білдік. Қазір міне Толқын студиясының атына, Толқын студиясына қатысып, әрі қарай өлеңімізді дамытып жатырмыз. Мен болса сол мектеп кезінен бастау алынған нем ғой. Қолға қалам алып парақ шимайлай беретін. Сосын шимайлаған парағым әр жерде жататын. Солай жинамайтын өлеңдерімді. Сосын осында кеп, қалаға кеп, сосын Островский атындағы кітапханаға, Толқын студиясына кеп, өзім өнерімді көрсетіп, солай алынған болатын. Ботагөз ханым, қазіргі уақытта Толқын студиясында қанша осындай жас өнерпаздарымыз бар? Енді ашылған уақытта бір 10 баланың санын құраса, бүгінгі күні 30-дан асады деп айтсақ болады. Әрине бір сан емес, сапасы деп жатады ғой. Бірақ сонда да осы балалардың бір кітап оқуға деген мотивациясы адамды қуантады. Осы уақытында тиімді өткізіп, жай ғана бір жерде қыдырып жүрмей, әрине бос уақытында осы бізде қаламыздың оқу орындарының студенттері, жалпы барлық оқу орындарының студенттері қатысады деп айтсақ болады. Және 10-шы мектептің оқушылары, Қазақ-түрік лицейінде оқушылары қатысады. Бірін-бірімен бұлардың танысқаны, ортақ тіл табысқаны, ортақ әдебиет туралы ой қозғағандары. Жаңа енді айтып жатырмын, жас керуен деген журнал жарыққа шығады, алдағы уақытта. Жалпы осында жас өнерпаздардың туындылары сол журналда жарық көретін болады. Әділқазылықты кім ететін болады? Әділқазылар, міне осыған орайда сіздерге қонаққа келіп отырған болармыз. Ертең 20 ақпанда сағат 3-те осы өлең сөздің патшасы сөз сарасы байқауының алғашқы туры болғалы тұр. Егер кітап оқимыз деген әдебиетті сүйетін, поэзияны сүйетін оқырмандарымыз болып жатса, жарнама жасай кетеміз. Келсін, кітапханамыздың есігі ашық. Жалпы байқау қанша кезеңдерден тұратын болады?
үш кезеңнен тұратын болады. Негізі бізге 3 ақпаннан 2 сәуір аралығында өтеді бұл байқау. Жастар өлеңдерін бізге электронды поштамызға жіберіп тұратын болады. Біз жинақтап, әділқазыларды әбден 2 сәуірден кейін жинап болғаннан соң әділқазыларды шақырып шешім қабылдайтын боламыз. Жалпы қашан жарық көреді жас керуен журналы? Осы байқау біткеннен кейін міндетті түрде. Жалпы қанша қатысушы бар қазіргі уақытта? Жаңа айтып өттім, 30-дан асады. Барлығы да қатысатын болады, демек? Барлығы қатысады, өйткені біздің түпкі мақсатымыз осы журналға басып шығару өлеңдерін. Жалпы Островский кітапханасының менің білуімше көптеген жас ақындарға, осындай жас өнерпаздарға, жалпы жастарға өте көп көңіл бөледі. Ондай шығармашылық кештер де болып жатады. Оған мысал Серал Мырзабайдың Оразхан Зейналы шығармашылық кештер өтті. Жалпы осы жылы осындай жас өнерпаздардың шығармашылық кештерін өткізу ойда бар ма? Әрине, біз осы бір ғана жоба емес, Толқын студиясы бір жобамыз болса, одан да бірнеше жобаларымыз бар. Кітапхана жанында жұмыс жасап жатқан жаңа есімдерді ашамыз деген жобамыз өткен жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Сол жобаның аясында Сералы Мырзабай, Оразхан Зейнолла, Қымбат Досжанов алғашқы шығарған жаңа есіміміз дейміз. Сол кісілермен жұмыс жасадық. Биылғы алдағы уақытта да Толқын студиясының мүшелерінің арасынан жаңа есімдерді ашқалы отырмыз. Және де веб-квест ойыны дейміз, кітапты ойын арқылы насихаттау дейміз. Тағы да бірнеше жобаларымыз бар жұмыс жасап жатқан. Керемет. Жалпы жігіттер, сендерден енді қонаққа да сұраймыз. Ақын болғаннан кейін міндетті түрде қаламды қару өткен жандарсыздар. Сол себептен де бір-бір өлеңнен оқып берсеңіздер, әрине керемет болар еді. Мархабат, кім бастайды? Туған жерге байланысты өлең шығарған болатын, содан өзімді оқып берейін. Керемет, мархабат. Жұлдызды аспан көл бетінде бейнесі, жұлдызды аспан көл бетінде бейнесі. Әрине, міндетті түрде ұялы телефоныңыздан айтсаңыз да болады. Жұлдызды аспан көл бетінде бейнесі, балалықтың артта қалды бәйгесі. Анау жерде шалғын шабар әкешім, желбірейтін желмен бірге жейдесі. Жағалауда жалғыз ағаш өсетін, самал желі ерекше бір есетін. Шаршағанда арқа сүйеп әкешім, мәселесін байыппенен шешетін. Айналдым айналайын келбетінен, қандай көркем жүзін сенің тербетілген. Дәл өзінде жер жаннатын іздесем де, таппай мынау шарласанда жер бетінен. Керемет. Айбек. Мен осы мектеп қабырғасында оқып жүргенде Қостанайға арнап бір өлең жазғам, соны оқып берсем. Қостанай егіс алқабы, арайлап атқан әр тәні. Тобылатты өзен бар, Торғай өзен бастауы. Бейімбетпен Ыбырайдың бастауы. Қостанайдан шықты талай жастары. Василий мен Бычконың женесін қойдатты бүкіл қазақ жастары. Кен дала, таза ауа, самал жел. Кен далада қозы ойнап күй шерткен. Ата-бабам мұра қылып қалдырған Қостанайым атамекен, жерім кемге. Керемет, барекелді жарайсыздар. Осы орайда әңгімемізді жетіріп әріптесіміз дайындаған Айдарға кезек берейік, одан кейін міндетті түрде жалғайтын боламыз. Астана айшықтары сіздер үшін арнамыздан алыстамаңыздар, қадірлі телекөрермендер.